Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен барлық адам сүйіп жейтін және де тез дайындалатын оливье салатының рецептімен бөлісемін. Ең алдымен таза ыдысымызға алдын ала суда піскен сәбізімізді төрт бұрышты пішінде турайтын боламыз. Барлық ингредиенттерімізді төрт бұрыш етіп, бір пішінде турайтын боламыз. Бұл салатты барлығы білгенмен, бірақ әркім әрқалай дайындайды. Біреулер піскен ет қосып, ал кейбіреулер шұжықпен, яғни колбасамен дайындайды. Мен бүгін сіздермен колбасамен дайындап көрсетемін. Келесі кезекте біз алдын ала піскен картопымызды дәл сәбізді турағандай етіп, төрт бұрышты пішінде әдемілеп турайтын боламыз. Дәл осы рецептпен менде 3-4 тәуелге шығады. Сондықтан сіздер құрамын азайтып немесе көбейтіп жасасаңыздар болады. Келесі кезекте жұмыртқамызды тураймыз. Жұмыртқамызда алдын ала піскен жұмыртқа. Оны да дәл видеодағыдай етіп кубиктап турайтын боламыз. Келесі кезекте тұздалған қиярымызды тураймыз. Оны да төрт бұрышты пішінде кубиктеп тураймыз. Және де шұжық, яғни колбасаны да төрт бұрыштап тураймыз. Барлық ингредиенттерімізді турап болдық. Енді келесі кезекте горох саламыз. Және де салатымызға дәміне қарай тұз саламыз. Және де майонезді қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің өте дәмді және де тез дайын болатын оливье салатымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.